Жазылар естеліктер мен туралы, біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді дер де мүмкін, бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы. Ақиық ақын 45 жыл ғұмырында сан ғасырға азық болардай мол қазына қалдырды. Көпейген қазақтың қасиетті қара өлеңін биіктерге өрлетті. Оған бүгінгі таңда бәріміз де куәміз. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың мол мұрасы бүгінгі таңда барша қазақтың мақтанышына айналды. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін жыр жолдарының көкірегінде саналауы бар әрбір азамат жат қайтады. Демек, бүгінгі сабағымыз Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арнаймыз. Сабақтың тақырыбы Мұқағали Мақатаев поэзия тұлпары. Сабақтың мақсаты Мұқағали Мақатаевтың ақындық талантын шәкірт жүрегіне ұялату арқылы поэзияны сүюге, оны бағалай білуге, ақын өлеңдерінің мәні мен маңызын үнілдіруге және рухани танымын кеңейтуге ықпал ету. Біздің халқымызда біртуар азаматтар аз болған жоқ, қазір де аз емес. Кейінгі қауымға өнеге өсиеттерін қанатты қалам арқылы қалдыра білген зерделі ақын жазушыларымыздың бірі, тіпті бірегейі Мұқағали Мақатаев десек қателеспейміз. Мұқағали Мақатаев бүгінде бар қазаққа мәшһүр болған есім. Ақынның азан шақырып қойған аты Мұхаммедқали. Ақын 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек, бұрынғы Нарынқол ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Ақынның туылған күні жөнінде екі түрлі ақпарат бар. Алайда құжаттар бойынша ақынның туған күні ақпанның 9-ында тойланады. Екінші ақпарат ақынның анасы Нағиман апа былай деген: Мұқағалиым 1931 жылы наурыз айының 8-інде дүниеге келген болатын. Жаңылысуы мүмкін емес, себебі балам анау фәнидің есігін ашқаннан кейін наурыз тойы болады, наурыз көже жасаймыз деп күтіп отырғанбыз деген екен. Ал екінші деректерге сүйенсек, Мұқағали құжат бойынша 9 ақпанда дүниеге келген. Бұл куәлікті ақын өзі ес білген кезде, сол кездегі сайлау науқанына байланысты өзі жаздырып алған. Әкесі Сүлеймен қарапайым шаруашы, колхозда шалғышы болып жұмыс атқарған. Мұқағали үйдің тұңғышы. Оның артынан бір қыз және 3 ұл туған. Ақынның қарындасы мен алғашқы інісі ерте көз жұмған. Соңғыларының есімдері Тоқтарбай мен Көрпеш. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады. Мұқағалидың әкесі 1941 жылы Калининград майданында қаза табады. Мұқағали Алматыдағы қазақ әдебиеті мен өнерінің қаймақтары шоғырланған ортада өткерген аз ғана жылдар ішінде өзіндік дара үнін, суреткерлік қайталанбастарының танытып, өнімді еңбектене білді. Мұқағали поэзиясының қайнар көзі, шабыт тұғыры туған елі, өскен жері, отан тағдыры, заман тынысы, замандастарының арман аңсары. Осының бәрін Мұқағали жастарынға тән қайталанбас шеберлікпен, Тәңірдің таңдайынан төгілгендей поэтикалық мінсіз үйлесіммен, әр жүрекпен тіл табысар, сыршыл да, шыншыл сезіммен, нағыз поэзияға ғана тән бейнелі образдармен бедерлеп, өлмес өнер деңгейінде туындатып отырған. Ол өз шығармалары арқылы қазақ поэзиясын жаңа биіктерге көтеріп, мазмұнын байытты. Мұқағали поэзиясы тек өнер үшін туындаған өнер деңгейіндегі ғана құбылыс емес, оның өлмес өнері, қанатты поэзиясы қазақ халқының сезімін байытып, кісілігін биіктетіп, парасатын кемелдендіре түсті. Ақынның тұңғыш өлеңдері Қырман басында, Қойшы бала Әкітай ауданындағы советтік шекара газетінде жарияланды. Інімнің ойы, шебер өлеңдері жастық жыр атты жинаққа енді. Алғаш Мұқағали талантын бағалаған Әбілда Тәжібаев өзінен де жігерлеу, оттылау жас жеткіншек жеткенде мақтанбасқа бола ма деген еді. Мұқағалидың «Қарлығашым келдің бе, дариға жүрек, аққулар ұйықтағанда, шуағым менің, соғады жүрек, шолпан, жырлайды жүрек, өмір өзен, өмір дастан,
және тағы басқа жыр жинақтары, сондай-ақ «Қош махаббат» атты прозалық кітабы да бар. Біршама өлеңдеріне ән жазылды. Өзің аудармашылық қырынан да сынап көрген Мұқағали Дантенің құдіретті комедиясының «Тамұқ» деген бөлімін, Шекспирдің сонеттерін, Уолт Уитменнің өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Мұқағали өзіне дейінгі өлең өрімен, жыр сомдаудағы қазақ халқының ұлттық мектептерімен дәстүрлерін жалғап қана қоймай, оны жан-жақты дамытқан, тереңдеткен, қазақтың өлең сөзін жаңа заңғарларға көтерген, жаңа кеңістіктерге алып шыққан 20 ғасырдың санаулы саңлақтарының бірі. Ақын өзінің қысқа ғұмырында өзіне өзі сенген, ары таза, жаны мөлдір, жүрегі отты, рухы асқақ жырлары мен көркем дастандары сол сенімнің жемісі. Ақын жаңа ғасыр қақпасын ентікпей, еркін ашып, жаңа мыңжылдық айдынына шығып отыр. Көрермін, керемет бір күн кешемін, болашағым сенімен бір көсемін. Мен сенің үнін менен үндесемін, мен сенің тілін менен тілдесемін. Сауық құрам бойында бір көшені деп, болашаққа үміт артқан ақынның бұл өлең жолдары ұрпақ санасында мәңгіге сақтаулы. Өзін поэзияның тұлпарына санаған ақынды халық жадынан ешқашан шығармақ емес.